Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Assalamu alaikum hurmetli şagirdler. Kur'an-ı Kerim әліппесі Мұғалім Сәни кітабының алғашқы сабақтарын бастаймыз. Араб әріптері 28 әріп. Әрбір шәкірт осы әріпті жатқа білуі керек. Әрі түрін, әрі атауын. Кейбір шәкірттер атауын білгенменен түрін білмейді. Түрін де атын да жатқа білуі шарт. Біз пайдаланып отырған оқулық Ахмед Хади Мақсуди рахимахулланың Мұғалім Сәни кітабы. Біздің ұстазымыз айтатын, әрбір шәкірт Құранды жақсы оқимын десе, Мұғалім Сәни кітабын жақсы оқуы керек. Кім Мұғалім Сәни кітабын жақсы оқымаса, ол шәкірт Құранды да жақсы оқи алмайды деп айтушы еді. Бұл Мұғалім Сәни алғашқы Құран бастамақшы болған шәкірттерге өте қолайлы, әрі өте жеңіл кітаптың бірі. Сол үшін де біз осы Мұғалім Сәни кітабын шәкірттерге ұсынып отырмыз. Мұғалім Сәни кітабын әрбір шәкірт жоғарыда айтқандай жатқа білуі керек. Әріптерін де, түрін де, атын да жатқа білуі шарт. Өте қатты мән беріңіздер. Және де Құран әріптері оңынан солына қарай жазылады, оңынан солына қарай оқылады. Ондай болса, Мұғалім Сәнидің алғашқы сабақтарын бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Алла баршамызға қуат берсін. Араб әріптері. Әлиф, 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 бә, 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 тә, тә, ث ث جيم جيم ح ح ح خا خا دال دال ذال ذال را را ذا ذا سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عين عين غين غين فا فا قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو ها ها я. Мінекей құрметті шәкірттер, осы 29 әріпті түрін де атын да жатқа білуіміз керек. Осы әріптерді оқу барысында көп шәкірттердің қателесетін жері ол әріптердің махраждарын шатастыру. Әріптердің махраждарын жақсы білуіміз керек. Біздің сабағымыз әрі махражды бірге алып кету, әрі тәжвид ережелерімен бірге алып кету болып табылады. Өте жеңіл үсіліпті біз қолданып отырмыз. Құрметті шәкірт, осы 28 әріпті кейбір шәкірттер толықтай жаттай алмай бір аптаға созылып кетеді. Сол үшін де біз әріпті үшке бөліп шәкірттерге ұсынып отырмыз. Яғни жеке дара әріптер, үш егіз әріптер, және де екі егіз әріптер деп үш топқа бөлдік. Соны әдемілеп жаттап алайық. Жеке дара әріптерге әлиф, каф, лам,
мим, нун, вау, хә, я әріптері кіреді. Бұл әріптер жеке дара әріптер, яғни ұқсасы жоқ. Жеке дара әріптер. Бір күні осыны жаттап алсаңыз болады. Екінші, үш егіз әріптер деп айтылады. Оларға бә, тә, сә, жим, ха, хо әріптері келеді. Яғни үстіндегі астындағы өтірлерін алып тастасаңыз, үшеуі бірдей. Нүкте қою арқылы үш егіз әріп айналады. Бә, тә, сә. Үш егіз әріп. Бә, тә, сә. Нүктесін алып тастасаңыз, үшеуі бірдей. Бірақ астына нүкте қою арқылы, үстіне нүкте қою арқылы үш егіз әріп деп айтылады. Одан кейін ха, хо, жим. Осы үш егіз әріп. Одан кейін екі егіз әріптерге келейік. Екі егіз әріптерге дәл, зәл, ра, зә, син, шин, сад, лад, та, за, айн, ғайн, фә, қоф әріптері кіреді. Бұлар екі егіз әріптер деп айтылады. Алла баршамызға қуат берсін, осы тәсілмен жаттасаңыздар, жеңіл жатталады.